материалды мәдениет. Рухани мәдениетке музыкамыз, әдебиетіміз, салт дәстүріміз, сурет өнері, кескін өнері жатса, ал адам баласының шаруашылыққа байланысты күн көрінісінен туындайтын жаңағы дүниелердің барлығы материалдық мәдениетті құрайды. Мәдениет тарихында күні кешеге дейін еуропалықтар батыс дүниесінің ғана мәдениетін мойындап келді. Ал оларда мәдениет жасаушы тек еуропалықтар делінген түйдемсоқтық теория белең алды. Бірақ шығыс өркениетін жасаған мәдени мұралардың ғажайып үлгілері деп айта кеткенде, өздерін өткен ежелгі Мысыр мәдениеті, ежелгі үнді мәдениеті, білесіздер ғой өздеріңіз, сабақтан өттіңіздер ғой. Ежелгі үнді мәдениетіндегі қандай еді? Тадж-Махал кесенесі, немесе пирамидаларымыз, Хеопс пирамидасы, айтсаңыздаршы, және фараон Джосырдың пирамидасы сияқты жаңа керемет ғажайып үлгілерді олардың өздерінің менменсіген қисындарынан бас тартуға мәжбүр етті. Осындай жаңа керемет үлгілерде еуропалықтар бұл жаңағы мәдениетті мойындады. Енді қазақтың дәстүрлі мәдениеті де Құдайға шүкір ешкімнен кем емес. Енді өзіміздің эпостарымызға келетін болсақ, айтатынымызда мақтан ететініміз де осы эпостарымыз. Сондықтан кең құлашты, кең қарымды поэмаларымызды айтамыз. Әлемде эпосты тудырған бірнеше ел бар. Олар жаңағы шығыстағы үнді елі Махабхарата мен Рамаянаны тудырса, ал Одиссея мен Илиаданы гректер тудырса, енді одан кейін шығыс Еуропада кіші үлкен этта, кіші этта, Калевала сияқты құранды эпостарды тудырды. Бұл жаңағы әлемде таусақпен санап аларлық эпостар. Біздің қазақ жерінде осындай керемет эпостар өте көп. Соның ішінде жаңағы айта кететін орыс елінің тек қана Егор жорығы деген жыры бар. Ол 8 беттен тұрса, ал Алпамыс батырдың эпосы 800 бетті құрайды. Енді әрі қарай музыка өнерінен бір-екі мысал келтірейін. Қазақ халқы қазақ атауын иемденбей тұрған кездің өзінде осы далада домбыра тартылып күй жанры туған. Күні бүгінге дейін орыс, татар сияқты елімізде бұрынғы кеңес одағының аясындағы елдерді алсақ, аспапты музыка жанры жоқ. Ал күй деген музыкадан сөзсіз бөлініп шыққан дыбыс, музыкалық жанрдың дүниеге келуі. Есі 40-тан астам түрік елінде жаңағы Қорқыт бабамыздың күйі сақталған ел ол қазақ елі. Бұдан жаңағы Қорқыттан қалған бізге 20-ға тарта күйі жетті. Олардың ішінде жаңағы әлі күнге сахналардан естеп жүр, ойналып жүр. Қорқыттың бергі жағында Шыңғыс ханның алдында күй тартқан Найман Кетпала күйші. Күйшінің 13 ғасырда Ақсақ Құлан атты күйінің өзі 10 варианты біздің қазақ жеріне жетті. Ал 19 ғасырда Құрманғазы, Дейна, Дәулеткерей, Қазанғап, Тәттімбет сияқты жүздеген классикалық күйшілер өткен. Демек қазақтың рухани мәдениетінің осы салалары күні бүгінге дейін ұлтымызда айрықша қызмет етіп келе жатыр. Бұл музыка өнері. Енді қазақтың салт дәстүріне келетін болсақ, салт дегеніміз әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс тіршілігіне, құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың тұғырының негізі. Дәстүр халықтың атадан балаға көшіп, жалғасып, және дамып отыратын тарихи, әлеуметтік, мәдени, тұрмыстық, кәсіптік, салт сана, әдет ғұрып, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекеттер көрінісі. Енді салт дәстүрімізді дәріптеп жүрген қазақтың көрнекті жазушысы, этнограф, ұлт мәдениетінің шынайы жанашыры, біздің еліміздің барлық дәстүрлерін зерделеп жүрген Сейіт Кенжеахметұлының саралауы бойынша қазақтың ұлттық дәстүрлері мен салттары былай жіктеуге болады. Бірінші, келін түсіріп қыз ұзатуға байланысты. Келін түсіріп қыз ұзатуға байланысты дәстүрлер қандай дәстүрлер еді? Айта қояйықшы.
қандай дәстүрлер? Келін түсіру, қыз ұзату, ит ашат, сырға салу, сыңсу, сосын тағы да жар, енді айтамыз қазір, сосын одан басқа тағы да жақсы. Тәлім тәрбиелік дәстүрлер. Тәлім тәрбиелік дәстүрлер дегеніміз бала дүниеге шыр етіп келгеннен бастап, оның өскеніне дейінгі дәстүрлерді айтамыз. Мысалы, бала дүниеге келгенде ең бірінші дәстүр ол бірінші кіндік кесу. Содан кейін азан шақырып, істейміз, ат қоямыз, азан шақырып балаға ат қоямыз. Одан кейін шілдехана бестой деген бар, қыртынан шығару деген бар. Одан басқа тұсаукесер, сүндет той, баланың мүшел жасы 13-ке толғанда мүшел жасы тойланады. Бұл дәстүрлердің барлығы тәлім тәрбиелік дәстүрлерге жатады. Одан кейінгі тұрмыстық өмір сүрулік дәстүрлер. Тұрмыстық өмір сүрулік дәстүрлерге мысалы ат қою, ат тергеу дейді. Ат тергеу дегеніміз жаңағы өзінің жаңа түскен келін өзінің қайын-інілеріне, қайын-сіңлілеріне ат қоятын болған. Бұны ат тергеу деп айтады. Осындай тұрмыста аманат, немесе бата беру, теріс бата беру, осының барлығы тұрмыстық немесе әмеңгерлік. Әмеңгерлік туралы айта кетейін. Әмеңгерлік жаңағы күйеуі қайтыс болған әйел адам жесір атанған. Өзінің қайынысіне немесе қайнағысына берілген. Өйткені балдарымызды жаңағы жылатпасын, көзін жәутеңдетпесін деп қазақ өз баласын далаға тастамаған екен. Жаңағы өзінің үйіндегі қайнысіне немесе қайнағасына берген екен. Енді еңбек кәсіптік дәстүрлер. Еңбек кәсіптік дәстүрлер бұл дәстүрлерге асар деген дәстүр. Асар дегеніміз жаңағы бір жағдайда кейбір жағдайлар болады ғой, көмектеседі мысалы. Халық болып, мысалы, үй кеткен жағдайда болады бір жағдайлар сондай шаруашылықта. Сондай кезде бүкіл адамдар ауыл болып көмектессе, бұны асар деп атайды екен. Немесе қымыз мұрындық деген бар. Қымыз мұрындық дегеніміз ең алғашқы қымызды жаңағы татқан адамнан батиха алған екен, бата алған екен. Бұны қымыз мұрындық деп айтады. Одан басқа діни салттары, жерлеу салттары. Діни салаттар, діни мерекелерді білеміз бе? Қандай діни мерекелерді білеміз? Құрбан айт, сосын. Рамазан, ораза айт, сосын. Жақсы, Рамазан айы, тағы. Мәуліт күні, сосын. Қадыр түні, бұның барлығы діни мерекелер. Оның ішінде де Наурыз мерекесінде қосуға болады. Бұл жаңағы діни салттар болса, діни салттардың ішінде одан басқа пітір садақа, пидия деген көптеген зекет, оның барлығы діни салттарға жатады. Енді пітір садақа туралы білетін шығарсыздар, Рамазан айының ішінде жаңағы бүкіл мұсылмандар өзінің отбасының амандығы үшін берілетін садақа, ол жыл сайын өзгеріп отырады. 2 килограмм оның есебімен беріледі. Жыл сайын өзгеріп отырады. Енді жерлеу салттары. Енді адамның қуанышы мен қайғысы бірге жүретін болғандықтан, жаңағы қайырымды айтпай кетуге болмайды. Өйткені жаңағы жерлеу салттарында жоқтауды айтуға болады. Жоқтау біздің қазақ жерінде болғанмен, біздің Атырау облысында бар ма? Жоқ. Қай жерлерінде бар деп ойлайсыздар? Атырау облысында. Құлсарда, Атырау облысының Құлсарда, немесе Мақатта, Бұқырда, мен студенттерді келген сайын сұрап отырамын, сол кезде көбі айтады. Мақатта, жаңағы Бұқырда, Құлсарда осы жоқтауды айтады. Жоқтау, енді білесіздер, жаңағы қайтыс болған адамды жоқтап айтатын өлең. Енді одан басқа жерлеу салттарында тағы бір нәрсе жаназа намазы. Жаназа намазы бұл жаңағы адам қайтыс болғанға шығарылған кезде жаназа намазы беріледі. Жаназа намазы жаңағы кейбір кездерде берілмейді. Ол басқа дінге ауысып кетсе, басқа дін болғанда дүниежүзілік діндердің ішінде айта кетейікші. 3 дүниежүзілік дін бар ғой. Христиан, буддизм, ислам діні. Осы христиан дініне немесе будда дініне ауысып кетіп жатқан мұсылман болса, ол кісіге жаназа намазы шығарылмайды. Немесе жаңа адам өз-өзіне қол жұмсаса, жаназа намазы шығарылмайды екен. Одан басқа, енді білесіздер, 3 күндік, 7 күндік, 40 күндік, 100 күндік және жыл толу рәсімдері өтеді. Бұның барлығы жерлеу салттарына
жатады. Енді әрі қарай